іздегенге сұраған, сол ән менің қоржыныма келіп түсті. Ән «Сүйемін туған елімді» деп аталды. Бүгінгі кеште сол мен өткізген кешімде дәл осылай «Сүйемін туған елімді» деп аталды. Әрине, осы отырған әрқайсыңыз мен де сүйем туған елімді деп айта аламыз. Бірақ бұл тек сөз ғана болып қалар еді. Егер ар жағында еліңе, туған жеріңе, отаныңа деген зор махаббат болмаса, бұл жай ғана сөз. Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын тесері бар дейді Абай. Ән тек құлақты ғана тесіп қоймау керек. Ән көкіректің көзін тесетін, әсерлі және жүрегіңе сезім ұялататындай мағыналы болса ғана, ол есті ән болады.